осындай сома қаражатта мынандай уақытқа дейін мынандай мейрамханаларда осындай тамақтармен өткізу керек деген сияқты. Егер біздің Қазақстанға, біздің қазақтарға сондай шектеу болып қоятын болса, тойдың саны азайып қалуы мүмкін бе? Қалай ойлайсыздар? Әншілерге қиын мүмкін әлден болмай қалуы мүмкін болады. Ондай той керек емес бізге. Мүмкін деп ойлаймыз. Неге десеңіз, мен естігем, осы биылғы жылы мектеп бітіру кештері болып жатыр, 20 жылдық болып жатыр. Сол жерде біздің танысымыз тойға барыпты. Ол жақта шектеу болыпты арнайы. Той осындай уақытта басталады. Сағат 1-де тойды аяқтап мейрамхана жауып кетеміз деп. Ал бұрындар ол жақта той 11-де басталып, таңғы 5-терде бітеді екен. Сондай шарттармен, қағидалармен болған тойларды естіп жатырмыз. Негізі дұрыс деп ойлаймыз. Иә, шектеу болған дұрыс. Рахмет қыздар, иә, жалпы әнші үшін негізі таңертең ояну өте қиын ғой. Біз ұйқыны жақсы көреміз, өнер адамдары үшін. Сол үшін сіздер ұйқыларыңызды қиып, таңертең бізбен қауышу үшін келгендеріңізге рахметімізді айтамыз. Керемет сұхбат болды, өте көңілді сұхбат болды, бірінен біріне өткен қыздар. Қазір біз жарнамалық үзілістен кейін қымбатты көрермендер, Адимай дуэтінің бір әнін тыңдаймыз, соң бүгінгі тақырыпты жақсылап қорытындылайтын боламыз. Кеттік. Жанымыз жадырап жаздай, әніміз көңілді саздай, сағыныш құшағын жазбай, қолдарын созғай. Көкке ғана самғады арманмен күнде, әндерімнің таңдады жолымыз бірге. Алау-алау қызыл гүлдердей құлпырайып күнде, жап-жарық нұрлы жұлдыздай жарқырайық бірге. Сұлу-сұлу нәзік жүректер сіздерменен бірге, орындалсын тілектер Адимаймен бірге. Егіздей анадан туған бұлақтай ағатын шыңнан сыңғырлап, әуенім таңда ән болып самғап. Әдемі қоршаған жандар, билесін шашаған жандар, күзелме есігі әлем ажарлы әлем. Көкке ғана самғады арманмен күнде, ән әлемін таңдадық жолымыз бірге. Алау-алау қызыл гүлдердей құлпырайып күнде, жап-жарық нұрлы жұлдыздай жарқырайық бірге. Сұлу-сұлу нәзік жүректер сіздерменен бірге, орындалсын тілектер Адимаймен бірге. Көкке ғана самғады арманмен күнде, ән әлемін таңдадық жолымыз бірге. Алау-алау қызыл гүлдердей құлпырайып күнде, жап-жарық нұрлы жұлдыздай жарқырайық бірге. Сұлу-сұлу нәзік жүректер сіздерменен бірге, орындалсын тілектер Адимаймен бірге. Сұлу-сұлу нәзік жүректер сіздерменен бірге, орындалсын тілектер Адимаймен бірге. Орындалсын тілектер Адимай дуэтімен және де Алматы арнасындағы таңғы студия бағдарламасымен демекпіз. Ой, рахмет қыздар, өнерлеріңіз өрге жүзсін, шығармашылық табыстар тілейміз. Шабыттың шалқарында әрқашан жүзгейсіздер. Әумин, үлкен рахмет. Елге деген сүйіспеншіліктеріңізді, тілектеріңізді, таңғы тілектеріңізді жолдасаңыздар.
Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, әр қазақ бақытты болсын. Несиесіз той өткізсін Иә, дейсіз. несиесіз той өткізсін, бай қуатты болсын. Әумин. Көрермендеріңіз көп болсын. Ой, рахмет. Бізді тойға әрдайым да шақырып жүріңіздер деп, Иә. өздеріңіз жарнама жасап жүріңіздер есінде. Иә, құрметті көрермендер, байқадық, несиесіз той өткізуге болады, бірі болмайды деп жатыр. Енді 50-50 болып жатыр, онсыз да бірақ қазақ әйтеуір тапқан ақшасын, нәпақасын бір жаққа жіберіп тұрмаса болмайтын сияқты, иә, біздің қанымызға сіңген дүние сияқты, иә. Сол себептен қандай болсын, әйтеуір тойымыз көп болсын, енді шашылсақ тойға шашылайық, қуанышымыз көп болсын, уайым қайғымыз жоқ болсын, қарнымыз тоқ болсын, әрқашан тек қана той деп қуанып жүре берейікші, иә. Иә, құрметті көрермендер, әрине қазақты тойсыз елестету мүмкін емес. Сондықтан да елімізде ең бастысы тыныштықтың арқасында тойларымыз көп болсын деген ниет білдіреміз. Ең бастысы сол тойдағы адамдар, сол жанұя, сол шаңырақ бақытты болсын деген шын жүректен ниетімізді білдіреміз. Құрметті көрермен, енді бүгінгі 2 сағат барысында осынау көтерген тақырыбымызды аштық деп мен есептеймін. Әрдайымда біздің телеарнамыз қосулы болып, бізбен бірге пікір таласып жүріңіздер, құрметті көрермен. Ал ертеңгі тақырыбымыз талантты балаларға арналмақ. Сол себептен 8 қырлы, бір сырлы кішкентай бүлдіршіндеріміз туралы жалпы Алматының, Қазақстанның жастарының қандай таланты бар екен ертең 2 сағат бойы талқылайтын боламыз. Иә, ендеше дайындалыңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Мінекей 2 сағатта әп-сәтте өте шықты, бірақ та уайымдамаңыздар. Ертең сағат таңғы 8-де сіздермен бірге қайта қауышатын боламыз. Олай болса, Қауышқанша сау Кездескенше. болыңыздар.